тамақта свежий қойдың етін алып келдім, бәрін жаңадан алып келіп, әдемі бір тамақ сорпама жасап алсыз дейді, бірақ тұз жоқ. Тұз ғана нені кіргізеді? Дәмін кіргізеді. Дәл сол секілді сенің өміріңнің, құлшылықтың мәнін сынақ қана кіргізеді. Сен сынақ келгенде барып құлшылығың рахатын сезесің. Алхамдулилlah, осы намазым ұстап қалды мен дейді. Құдай сақтап қалды кеше дейді. Кеше осындай сөздер бар. Құдай сақтап қалды мені, намазым арқылы мен тұрып қалдым дейді. Субхан, намаз оқымағанда Құдай біледі мен не болып кетер едім дейтін адамдар сөз естіп қаламыз кейде. Басыма үлкен бір қиыншылық келді, сабырлы болдым. Өткен имам айтқан сөз есіме түсіп кетті де, алхамдулилlah, құлшылығым арқасында адам болып жүрмін ғой деп айтамыз. Иә? Сол сынақ арқылы сіз өзіңіздің құлшылығыңыздың рахатын біліп жатсыз. Соған сізге қаншалықты керек екендігін, ана тұз ащы ғой негізінде. Ащы тұз тамаққа қандай дәм берген секілді, Алланың сынағы да сіздің өміріңізге, құлшылығыңызға не береді? Сондай бір берекет, сондай бір рахатты кіргізіп береді екен.